Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгіннен бастап біз сіздермен қашықтықтан оқытуды бастаймыз. Бұл видеода мен сіздерге қашықтықтан оқыту қалай жүзеге асатындығы туралы түсіндіретін боламын. Сонымен бірінші кіріспе сабаққа қош келдіңіздер. Енді құрметті оқушылар, сабақтан қалай өтетіндігі жайында түсіндіріп өтейін. Күнделікті сабақтар YouTube-қа видео форматта жүктеледі. Яғни мен сіздерге дәл осы видеодағыдай видеоларды жүктейтін боламын. YouTube-дағы каналға әр пәннің сол видеоның ішінде барлық сабақтың тапсырмасын беремін. Сабақтағы тапсырмаларды жоғалтып алмас үшін нағыз керек болған жағдайда оны Telegram каналға да жүктейтін боламыз. Ал үйге берген тапсырманы сіздер орындап, маған WhatsApp арқылы жекеме жібересіздер, және сабақ уақытында біз Zoom платформасы арқылы жаңағыдай бетпе-бет күнделікті тақырыпты игеру, түсіну деңгейлеріңізді мен сіздердің сол жақтан тексеретін боламын. Ендеше осы 4-ші тоқсанда қазақ тілі сабағынан өтетін тараулармен таныстырып өтейін. Біз қазақ тілі сабағынан 4-ші тоқсанда 2 бөлімді қатар өтеміз. Бұл аспан әлемінің құпиялары деген тарау. Ол тарауда тілдік бағдар ретінде бізде сан есім сөз табы және оның сан есімнің мағыналық түрлері көрсетіледі. 10-ші бөлімде саяхат және демалыс деп аталады. Бұл бөлімде біз тілдік бағдар ретінде төл сөз және автор сөзін өтетін боламыз. Қазақ тілінен оқу мақсаттарында 4-ші тоқсанда бізде мәтіндер арқылы негізгі ойды анықтау, оны талдау, тақырыпқа қатысты эссе жазу, төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің қызметін білу, түсіну, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру, эмоционалды сөздерді дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып өз пікірін білдіру, сюжетті сурет желісі бойынша әңгіме құрастыру және мәтіндердің мазмұнын, тақырыбын салыстыру. Осы оқу мақсаттарының негізінде біз барлық тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бұл мақсаттар сізге таныс деген ойдамын барлығыңызға, себебі бұлардың барлығы біздің алдыңғы тоқсандарда өткен орындаған тапсырмаларымызға ұқсас. Бұның ішінде сізге төл сөз, төлеу сөз, автор сөзі деген ғана сөздер, терминдер түсініксіздеу болуы мүмкін. Бұл туралы біз алдағы уақытта сабақтың үстінде талдайтын боламыз. Ол жағынан уайымдамаңыздар. Әдебиет бойынша, қазақ әдебиеті бойынша бізде отбасы құндылықтары деген тарау. Сол тараудың біз алдыңғы бірінші тақырыбын алдыңғы тоқсанның аяғында өткен болатынбыз, Бізде қалған 2 тақырып, отбасы құндылықтар тарау 2 авторды қамтиды. Ол Нұрдәулет Ақыштың Нағыз әже қайда деген шығармасы және Джек Лондонның Мексика ұлы атты шығармасынан үзінді. Бұл екі тақырып, 2 шығарманы біз осы 4-ші тоқсан бойына өтетін боламыз. Әдебиет бойынша оқу мақсаттары бізде әдеби шығарманың мазмұнымен танысу, сюжетін анықтау. Балалар, сіздер білесіздер, мазмұнымен танысу, сюжет анықтау бізде қандай жүйе бойынша жүзеге асатын еді? Дұрыс, оқиғаның сюжеттік композициялық құрылымын жасаумен алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз. Және шығарманың тақырыбы мен идеясына талдау, шығармадағы кей үзінділерді мәнерлеп оқу немесе жатқа айту. Бұл жердегі кей тапсырмаларды мен сіздерге жекелеріңізге жазамын, ал жаңағыдай жатқа айтуға тиісті тапсырмалар болған жағдайда оны жеке-жеке өзіме видеоға түсіріп жіберетін боласыздар. Автор бейнесін анықтау, біз білеміз, шығармадағы автор бейнесі, сол шығарманы жазып отқан автордың өзінің кейіпкердің сол шығармада кездесуі. Сонымен қатар шығармадағы көркемдегіш құралдарды табу, эпитет, теңеу, метафора деген сияқты оларды білеміз. Шығарманы талдап эссе жазу, бұл барлық сабақта болмайды, кей сабақтарда ғана болады. Және сұрақтарға жауап беру. Осындай оқу мақсаттары бізде болады. Құрметті оқушылар, бұл бізде кіріспе сабағы болғандықтан мен сіздерге 2 сабақтан да тек қана тапсырма ретінде сабақ барысында сұрақтарға жауап беруді беріп отырмын. Бұл сұрақтарға жауапты сіздер жазбаша түрде жазып, маған жекеме жібересіздер WhatsApp желісі арқылы. Сұрақтарға жауаптарыңызды анық, мен түсінетіндей толық етіп жазасыздар. Қазақ тілінен 4 сұрақ берілген, әдебиеттен 3 сұрақ берілген. Бұл сұрақтар біздің алдағы тоқсанда өтетін тақырыптарымызға
байланысты сұрақтар. Осы көрсетіп отырған презентацияны мен сіздерге ютубта каналдың жаңағы осы видеоның астына прикрепить етіп қосатын боламын. Сондықтан тапсырмаларды, сұрақтарды сол жерден көрсеңіздер болады. Бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.